Есептеу техникасы күннен күнге қарыштап дамып келе жатыр. Компьютерлер қоғамның барлық салаларында қолданылады. Компьютерлік технологияның даму тарихы мен болашағы туралы білу біз үшін өте маңызды. Есептеу құрылғылары қашан пайда болды? Сан ұғымы жазудан ертерек пайда болды. Адамдар санау үшін саусақтарын, тастарды, жіптерді, ағаш таяқшаларды қолданған. Олар көптеген ғасырлар бойы өз тәжірибелерін жетілдіріп, ұрпақтан ұрпаққа беріп отырған. Бәрімізге белгілі ең алғашқы санау құралы есепшот. Оның пайда болған уақыты белгісіз. Кейбір деректер бойынша есепшоттар шамамен 2000-5000 жыл бұрын ежелгі Қытай, ежелгі Египет және ежелгі Грекияда пайда болған. 17 ғасырдың басында шотландиялық математик Джон Нефер логарифм түсінігін енгізді. 1761 жылы ағылшын экономисі Робертсон есептеулер жүргізуге арналған логарифм сызғышын жасады. 1642 жылы француз математигі Блез Паскаль 19 жасында жетектер мен дөңгелектерден тұратын есептеу машинасын құрастырды. Ол Паскальдың есептеуіш машинасы деген атқа ие болды. 1694 жылы атақты неміс математигі Лейбниц механикалық есептеу машинасын аркимометрді құрастырды. 19 ғасырда есептеу техникасы қарқындап дами бастады. Есептеу техникасының дамуындағы келесі қадам есептеулерді алдын ала жасалған программа бойынша адамның қатысуынсыз орындайтын құрылғылар жасау болды. Мұндай алғашқы автоматты есептеу техникасының авторы ағылшын ғалымы Чарльз Бэббидж. Сондықтан оны компьютердің атасы деп атайды. 1833 жылы ол программа арқылы басқарылатын аналитикалық машина жобасын жасады. 1846 жылы Ада Лавлейс Бэббидж машинасына арналған алғашқы программа құрастырды. Оны әлемдегі алғашқы программалаушы деуге болады. 19 ғасырдың соңында америкалық инженер Герман Холлерит есепші перфорациялық машина құрастырды. 1936 жылы Алан Тьюринг абстрактылы есептеу машинасын ұсынып, заманауи информатиканың дамуына өз үлесін қосты. Бұл есептеу машинасы Тьюринг машинасы деп аталды. 1941 жылы Конрад Сузе программамен басқарылатын есептеу техникасын ойлап тапты. Бұл машина Z3 деп аталады. 1944 жылы Гарвард университетінің математикі Говард Айкон Чарльз Бэббидж жобасы негізінде программамен басқарылатын Марк 1 автоматты есептеу машинасын құрастырды. 1944 жылдары құрастырылған есептеу машиналары электронды есептеу машиналарына жатпайды. Себебі олардың жұмыс істеу принциптері механикалық жүйеге негізделген болып табылады.